Отандық Маслодел компаниясының өнімдері Қытай нарығын бағындыруда. Компания былтыр 40 мың тоннаға жоқ өнімді экспорттаған. Тауардың сыртқы нарыққа шығуына Қазақ экспорттық кредиттік агенттігі қолдау көрсетіп отыр. Отандық нарықта 25 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Маслодел компаниясы қазір 300-ден астам өнім түрін шығарады. Сары май және өсімдік майлары, маргариндер, майонез, кетчуп, томат пастасы мен сүт өнімдері өте сапалы. Здесь очень жесткая. Зауытта сапаны бақылаудың өте қатаң технологиялық тізбегі бар. Қабылданған шикізат толық өңдеу циклынан өтеді. Біз Қазақстандағы өндірістің барлық сатысы интеграцияланған жалғыз майлы және сүт өнімдерін шығаратын компаниямыз. Компания өнімдерінің шетел нарығына шығуына жақында ғана еліміздің экспорттық кредиттік агенттігі болып бекітілген Қазақ экспорт қолдау көрсетіп отыр. 2019 жылдан бері Маслодел компаниясы 13 миллиард теңгеге жуық қаржылай қолдау алды. Бұл компанияға экспорт көлемін және экспорт географиясын арттыруға мүмкіндік берді. Маслодел компаниясы өсімдік майын қазір Қытайдан өзге Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Біріккен Араб Әмірліктері және Эстония елдеріне экспорттайды. Қазақ экспорт сақтандыру кепілдігін береді, яғни бұл экспорт жасайтын ұйымдарға, кәсіпорындарға түгел экспорттық толық көлемде циклын қорғауға болады ол арқылы. Яғни бұл құралдарды бізде шикізаттық емес кәсіпорындар ала алады. Экспорттық кредиттік агенттік 2016 жылдан бері экспорттаушыларға 1 триллионнан астам теңгеге қолдау көрсетті. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, 24 KZ, Алматы. Қызылорда іргесіндегі Баймұрат Батыр ауылында жаңа дәрігерлік амбулатория қолданысқа берілді. Денсаулық сақтау нысаны ауыл ел бесік бағдарламасы аясында салынған. Тиісті талаптарға сай бой көтерген ғимаратта күндізгі стационар, физиотерапия, ем-шара және екпе бөлмелері толық жабдықталған. Бір ауысымда 25 адам дәрігердің қарауында болып ем алады. Алты округтың 2000-нан астам тұрғынынан бөлек жақын жердегі Талдарал мен Лесқос елді мекеніндегі ағайынды дәрігер іздеп облыс орталығына сабылмайды. Жалпы былтыр өңірде осындай 15 ауылда дәрігерлік амбулатория жаңадан ашылған. Бұрын енді мына ескі ғимарат, екі этажды, сода халық ем алатындығын, үлкендер оған екінші этажға көтеріле алмайтындығын, іші жылытамайтындығын ғимараттың өте қиын жағдайда болған. Ауыл үлкен ақсақалдары өтініш айтқан. Бүгін міне жаңа ғимаратқа ие болып отырмыз. Барлық құрал жабдықтармен жабдықталған.